екі ойын кубы лақтырылды. Номерінің қосындысы жай сан болу ықтималдылығын анықтаңыздар дейді. Есеп былайша айтқанда оңай болып көрінгенімен m бөлінген n формуласы, я ықтималдылықтың формуласы. Бізде екі кубик лақтырылды. n дегеніміз барлық жағдайлар саны, m дегеніміз жай сандар түсудің қолайлы жағдайлар саны. Енді екі кубик лақтырған кезде, барлығы қанша жағдай бар? Оны қайтадан таптыңдар. 6-ны 6-ға көбейтіп 36-ға тең болады. n тең 36. n тең 36-ға тең. Оны түсіндірудің керегі жоқ қой, бірде 1, бірде 2, бірде 3, бірде сосын 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3. Ол 6 жердегі 6-ның квадратына тең. Енді екі кубик лақтырған кезде барлығы қанша ұпай түсуі мүмкін? Соларды жазып шығайық. Ең төменгі қанша ұпай түсуі мүмкін? 1 немесе 0 түсуі мүмкін ба? Жоқ. Ең төменгі екі кубикте де 1 ғой. Ең көбі 12. Яғни 2 түсуі мүмкін, сондай ма? 3 түсуі мүмкін ба? 3, 4, 5, 6, 7, 11. 13 ұпай түсуі мүмкін ба? Жоқ. 12 ұпай ол 6-да 6 болған кезде түседі. Мынау 1-де 1 болған кезде түседі. Бірінші кубик, екі кубикте де 1 ұпай түссе, 2 болады. Басқа варианттар жоқ қой. Бізге есептің үшін берілгені бойынша жай сан болу ықтималдылығын анықтаңыз дейді. Жай сандар қайсысы болатын ішінде? 2, 3, 5, 11. Қалған сандар құрама сандар, қой ма? Қалған сандар құрама сандар. Енді былай істейік. 2 ұпай түсудің қанша жағдайы бар? Дұрыс айтасың, 1-де 1. 2 ұпай түсудің 1-де 1 деген бір-ақ жағдайы бар. Нәрде 1 деп қояйық, бір жағдай. 3 түсудің қанша жағдайы бар? Қандай? 1-де 2, 2-де 1. Яғни бірінші кубикте 1 ұпай, екінші кубикте 2 ұпай түсті. Керісінше, бұл жерде 2 жағдай. Арғай, 5 ұпай түсудің 1-де 4, 4-де 1, 3-де 2, 2-де 3. Даяны молодец, дұрыс айтады, 4 жағдайы бар. Арғай, 7 ұпай түсудің 6 жағдайы бар дейсіңдер ма? 1-де 6, қайсы көрейік. 6-да 1. 5 жағдайы бар. Сосын? 2-де 5, 5-де 2. 3-де 4, 4-де 3. Дұрыс айтасың, 3-де 4, және 4-де 3. Басқа жағдайлар жоқ. Барлығы 6 жағдай бар. Енді тағыдан 11 деген сан бар ғой. 8 жағдай бар. 11-дің 8 жағдайы бар дейсің ба? Жоқ, 4-те ма, 2-те ма сондай. 11-дің жағдайларына... Жоқ, 2-те ма бұл? 5-те 6, 6-та 5. Дұрыс айтасың, 5-те 6, 6-та 5. Негізде мына нәрсені сақтап қалу керек. Мынау 7 бар ғой, ең көп жағдайы көп сан. 6 мен 8-дің жағдайлар саны бірдей болады. 5 пен 9-дің жағдайлар саны бірдей болады. Сұрақ, 11 мен ненің жағдайлар саны бірдей болады деп ойлайсыңдар? 3-тің жағдайы бірдей. 2 мен 12-нікі бірдей. 2-нің тек қана 1-де 1 деген ұпай түсуі. 12-нің қанша жағдайы бар? 6-да 6 болды. Басқа вариант жоқ. Өз сондай.
Мысалға, қазір қараңдар, біз сендермен 3-ті таптық, 11-ді таптық, е? 3 пен 11-дің... 2-ден 1 ма? Мына жерде 2 деп жаздық. 3 пен 11-дің түсу жағдайлар саны қандай? 1-дей ғой. Енді біз оны неден ауытып қоймайық. Біз енді мынау жай сан түсудің қолайлы жағдайлар санын қарастырайық, санап шығайық. Мынаның барлығын қосамыз. Қанша болады? 13 плюс 2, 13 15 қой, 4 пен 6-ны қоссаң 10, 2, 2, 14, 15. Енді ықтималдық 15 бөлінген қанша? Қанша қысқарады? 3-ке қысқартсақ 5 бөлінген 12. Жауап осы.